Ұлыбританияда өткен Камбрия патруль халықаралық оқу-жаттығу сайысында қазақстандық әскери қызметкерлер ел намысын абыроймен қорғап, қола медаль иеленді. Биылғы додаға 67 елден 187 қатысушы, оның ішінде Қазақстан атынан Қызылорда гарнизоны нөмірі 66597 әскери бөлімі қатысты. Жарыс барысында сарбаздар 70 шақырымдық қиын қашықтықты да еңсеріп, химиялық және биологиялық қауіп жағдайларындағы әрекеттерді, табиғи және қолдан жасалған кедергілерден өтуді, сондай-ақ қорғаныс пен шабуыл операцияларын орындады. Британдық сарапшылар қазақстандық әскерилердің кәсіби дайындық деңгейін жоғары бағалады. Туған жерге жеңіспен оралған жеңімпаздарды Қызылорда гарнизонында салтанатты түрде қарсы алды. Олар Қазақстанның намысын қорғап, әлем аренасында елдің көк байрағын желбіретті. Қызылорда гарнизонының барлау тобы Ұлыбританияда өткен үлкен әлем аралық жарыста қазақ мемлекетінің намысын қорғады. Және де жарыста жүлделі орын алып, қола жүлде иелендік. Жарыс өте қиын болды деп те айта алмаймын. Барлығы сабақ жүзінде, теориялық, практикалық жүзінде, және де сол жарыста 187 команданың ішінде, 67 елдің ішінде Қазақстанның намысын қола жүлдемен қорғадық. Қорғаныс министрінің шешімімен Қызылорда гарнизонынан барлаушылар іс-сапарға аттандырылды. Жарыс нәтижесі бойынша Қазақстан Республикасы 3-ші орынға иеленді. Біздер үшін бұл үлкен мәртебе. Қазақ туы Ұлыбритания мемлекетінде көтерілді. Бірлігіміз жарасқан, мемлекетіміз